Галибегалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Малаева Наталья Нұржанқызы, Қадыр Мырза әлі мат. Бір дүние қосылды шахматын берді атам. Жеңбесемде досымды шайқасқанды ұнаттым. Бір ойында ойланбай пешкі беріп аталдым. Есесіне сол бойда мықтап тұрып мат алдым. Саққұлақ. Күшігім бар, күшігім кереметтей саққұлақ. Күзетіп есігін жүреді ол шапқылап. Құмары бір қанады, құрбыларым келгенде, бірден танып қалады бөкте жанды көргенде. Үріп тұрып жөнімен қызғоның қашқаны, қорғып үріп сонымен қорқытады ол басқаны. Тілазар, тазалашы мұз болған есік алды тайғанақ. Жата берсін біз оған теуіп жүрміз сырғанақ. Шыға беріп жалтақпай ұшып түсті қалпақтай. Ит, нанымды көрсетіп үнімді өшірдім. Бірақ ит арт етіп зәремді ұшырдым. Білмеймін бұл сәтте дұрыс кім, бұрыс кім. Сасқаннан мен итке итсін деп ұрыстым. Асығыста қыртыс-қыртыс ұйпалақ киіп алдым жидемді. Омырауын сипалап табалмадым түймемді. Бірін таппай түйменің босқа пісіп күйіппін. Асығыста жидемнің теріс жағын киіппін. Сыр, түні менен ауырды, түбі босап тістерім. Тауыстым бар сабырды, білмеді апа не істерін. Айтып жатты атама не болдыге дегенің. Білгесіз ау апама тәттіні көп жегенім. Апам неге жылады? Көзім түсті апамның көзіндегі жасына. Белгісіз ме қапамның деп келді мен қасыма. Сұрамақпын, білмекпін, жанына не батқаның. Байқамаппын, көрмеппін, пияз турап жатқаның. Бұл қалай? Менде бірі екенмін, қолдаяққа тұрмаспын. Айтуынша әкемнің құлыным мен құрдасыппын. Жеп-жеп етіп тұлымым, бәріне дан қаламың. Ат болды сіп құлыным, мен негайлы баламын. Диктант. Кеше біздер класста диктант жаздық отырып, көшірдім мен күләштан бір парақты толтырып, үзілісте мен іште асыр салып ойнадым, құрығанда бір ішке жаздым ау деп ойладым. Сөйтсем мойны опызын бір алыппын құрсын, дәптер бетті қып-қызыл ұялған ғой мен үшін. Апам үшін күнде мен отынға ғаш жағамын, соқиямын гүлге де, дүкенге де барамын. Жоқтатпаймын әпкемді, қоям шайын қайнатып, жылай қалса бөпемді жұбатамын ойнатып. Жуамай, сыпырамын үй үшін, жуамаяқ табақты, апам бірақ мен үшін оқымайды сабақты. Сүйікті пән. Түртіп қалды майқанды, майқан маған қарады. Сен осы қайпанды сүйесін деп сұрадым. Білгендерге пәнменің барлығы да тәуірау, деді майқан. Ал менің сүйер пәнім қоңырау. Білмейді. Бұлт деген не, бұлт деген деп сұрадым бір күні. Бұлт деген бе, бұлт деген паровоздың түтіні. Жауабына мәзінім білгіш шынай өзінің. Кәмпит. Азу тісім ауырды, түбі босап тістерім. Тауыстым бар сабырды, бір жақ ұрттым кеттісіп. Қарындасым монтиған мұнанықтап көрмейді, ұртындағы томпайған кәмпитінен бер дейді. Есеп, 5 алманың 3-еуің досын сұрап алады, айтшы сонда нешеуі ал қолыңда қалады. Тез шығара алмадым, мен бұл есеп мысалды, сол досым сол алманың бәрін алсын дей салдым. Не үшін? Екі көзің не үшін керек, жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек, елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек, ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек, жауларынан қанбау үшін. Тіл мен жағы не үшін керек, ақиқатты айту үшін. Ал аяғын шетте жүрсем туған жерге қайту үшін. Ақыл. Әкемдей әдемі мұртым жоқ, әпкемдей әп-әсем тұрқым жоқ. Атамдай шашымның ағы жоқ, әжемдей әжімім тағы жоқ. Мейлі ғой оған кім қарайды, ақылды болсам тек жарайды. Ана тілі. Ана тілің біліп қой еркіндігін, тендігін. Ана тілің біліп қой мақтанышың елдігін. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетпе. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Мұғалима. Мынау менің сезгенім, ол кластың анасы, өзінің де өзгенің, бала соның баласы.
Қай кезде оланы қайғырмайды өз үшін, біздер үшін қуанып қызарады біз үшін. Күнде бестік алсан сен, онда басқа жоқ арман. Ал оқымай барсан сен, бір тал шашы ағарған. Жақсы болса шынында қартаймас деп айта алам, жаңа оқу жылында жасарады қайтадан. Ата зейін салдың ба, бар әріптің басында неліктен тұрады деп сұрадым бір күні. Қыңыр, ақыл әлі қонбаған сынайын бір інімді, өкпелері олмаған айтасын деп мінімді. Одан қыңыр өтіп бе дұрысты жөн көрмейді, резеңке еттіке кәліш алып бер дейді. Ата зейін салдың ба, бар әріптің басында неліктен тұрады деп бір күні сұрадым. Ата менің сауатты, ата ана ақылар адам, адан басталар, содан шығар құрбаным аның алда тұрғаны. Адамның кейбір кездері жорты ұлдап жүріп өткен ізі қан, жетіп жатыр құдіретті бұзған. Бірақ барыс азуына қызықпай, мен тұлпардың тұяғына қызығам. Құйылып кеп таудың қия құзынан, құс патшасы қаз мойнын үзіп ал. Бірақ қыран шеңгеліне қызықпай, мен бұлбұлдың таңдайына қызығам. Наз құмырсқадай дұшпаны жабылып келіп талаған. Айнала бердім орнында, айнала бердім қалада. Телміре бердім әйнектен, телміре бердім қалаға. Шешесі бір хайуанат ханада. Жолбарыстың барқасына жан келдіреп бұрылмайды. Ал мысықтың арқасына сипасанақ пырылдайды. Сенбейсің бе бардасына сынағандар таң қалады. Жолбарыстан арқасына сипасанда шамданады. О мықтылық! Қызғалдақтың қасына қойып едім қондырмай, үзін соғып басыма шақтара ондырмай. Енді тиме мен оған ісіп кетті бас жекем, бал тәтті болған мен тіл өзінің аш жекен. Ағасы мен інісі көктайғақ болып талпынып, қара тер болып алқынып, інісі сыйлап ағасын шығады сүйреп жанасын. Қырада қырау жағасы түседі зулап ағасы, сыйламасы інісін ағалығы күмішін. Айып шаңғысына сүйене ойнай ескетіп, Омарғали үйіне оралды декештетіп. Дегендей ақ байыпта ұмытпа білім бұлағын, аязатта айыпқа алып қапты құлағын. Досым екеуміз шекіссекте екеуміз үйге жылап қайтпаймыз, сөзімізге бекембіз, апамызға айтпаймыз. Естімесе өздері айтып қанша қажетті, естіп қойса біздерді ойнатпайды бір жеті. Шөңгетеру, еті күйеу жоқ ойда жалынаяқты ойға, жидегіздеп барып ем жүргізбеді шынайна. Астындадым таяғым, қайттымызбен баяғы, қолым терді бүлдірген, шөңгетерді аяғым. Қарбыз шашсыз жүрдеп басқалар алдырып ем шашымды, құрдасымның оспадар қылығына ашындым. Піскен бе деп қарбызың шықпай қойды қасымнан, піскен бе деп қарбызың шете берді басымнан. Әзер жетті төзімім зорлығына істеген, меніңше сол өзінің қарбыз әлі піспеген. Сұрақ, әжем айтты бұлай деп көршіміздің қандені, біздің үйге ұдай кеп етірламақтан деді. Ұқпайды екен дәніне сұрақ қойды сүзіппек, қанден деген немене өспей қалған күшікпе. Тоқал ешкі күнде тәртіп бұзыпты, кісілерді сүзіпті, мұйуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Міне осындай алыпты, атам көріп қалыпты, қажыттын деп қалықты, мүйізін қағып алыпты. Дұрыс па, бұрыс па, сағат бірден асыпты, апам бізге асықты, бұрынымындай болмаған, отжақ деді олмаған. Күйіп жатқан қоқүйдің үстіне кеп су құйдым, көріп қалып болысты, апам маған ұрысты. Күлдірген-ау, күлдірген, мынауың не бүлдірген, тез жансың деп мұндайда көмірге су құймай ма? Арам шөп, өңшен бала өрімдей отряд боп шапшағын отап шықты ерінбей арам шөбін бақшаның. Болды өзі бір арба, иланбасаң кел өлшеп, арамдықтан боларда көп шығыпты арам шөп. Қайсысы қайда барады? Қасқыр қайда барасың? Қой құруға барамын, қарсақ қайда барасың? Қаңғыруға барамын. Түлкі қайда барасың? Тауық іздеп барамын. Маймыл қайда барасың? Сауық іздеп барамын. Аю қайда барасың? Бал тапқалы барамын. Майлан қайда барасың? Мал баққалы барамын.
Күнге не жарасады? Шегірткеге не жарасады? Секірген крокодилге не жарасады? Кекірген құланға не жарасады? Пысқырған жыланға не жарасады? Ысқырған ақтауыққа не жарасады? Шоқыған ақылдыға не жарасады? Оқыған. Кейде ұлым отырады, көп ойын азайтып, бүгін бірде айналайын демедім деп назайтып. Кейде жарым отырады, өкпелі, бүгін үйден шығарымдай сүйме шықтым деп мені. Кейде менде отырамын, терең ойдың түбінде, неге бұлар мойныма асылмады бүгін деп. Еліктеу, сыйласаңыз адамды, сыйлаңыздар атамды. Талшаш жоқ содан ба үлкен ғалым атамды. Сұрамай-ақ жасымды, көріңіздер басымды. Менде ғалым болам деп алдырып ем шашымды. Наз, құмырсқадай дұшпаны жабылып келіп талаған. Айнала бердім орнында, айнала бердім қалада. Телміре бердім әйнектен, телміре бердім далаға. Она шайге шешесі қамап бір кеткен баладай. Көп таптап кеттім бір жерді асфальт жол төсеп жатқандай. Болмайды маған кетпеуге, болмайды маған аттанбай. Сағындым түздің жауының, сағындым түздің дауылың. Қыз алып қашқан жігіттей алып қаш мені ауылым. Арман, бір шөлден өтсем тұрады алда, бір көлден өтсем тұрады алда, бір көл. Өстіп-ақ жүріп болармын әлі Корея, өзен өтсем тұрады алда дария. Бүтпеймін десе, бүтпейді сұрлау отобай, тоғайдан өтсем тұрады алда бір тоғай. Келемін әлі, келемін деді құрғатпай, арманы қорғыр жеткізбейді екен түнгі оттай. Салғастыру, бәрібір үлкен кішінде, бәрібір ұйқың қашады. Жүрсенде жұрттың ішінде жалғыздық еңсе басады. Жетпейді достық тегінде, кіргенмен ылғи түсіңе, ауысу жетпегеніңде мұхитта жүрген кісіге. Бақа, көктеде өмір сүреді, жерде өмір сүреді. Су астында күн шықпай, құрлықта еркін жүреді. Көлде жүрсе дуда бір, жерде жүрсе дуда бір. Бақалардай бақырға, құрғақта бір, суда бір. Шаян оңбасы асықпайды, ол саспайды. Артқа қарай болмаса, алға қарай баспайды. Өзгеше өмір сүргенге қарайды көз алартып. Шаян құсап жүргенен жүрмей қалған көп артып. Кім қалай айтады? Қайшы қиып айтады, көрік киіп айтады. Ине кіріп айтады, қыш-қыш бүріп айтады. Төс түріп айтады, балға ұрып айтады. Біз тесіп айтады, пышақ кесіп айтады. Шебер күліп айтады, бәрін біліп айтады. 10-ға дейін санау. 1 дегенім бесік, шықтым судан өсіп. 2 дегенім елім, далам тауым көгім. 3 дегенім үміт артар жігіт. 4 дегенім төзім, төзе білем өзім. 5 дегенім бақыт, бағалайтының уақыт. 6 дегенің ақыл, тыңдағаның мақұл. 7 дегенің жалау, жүректегі алау. 8 дегенің сөзің серт беретін кезің. 9 дегенің тоқтау, елдің жоғын жоқтау. 10 дегенің одан қорға соны ботам.